Ассалаумағалейкум. Пенде болғаннан кейін, ұжым болғаннан кейін, бірге жұмыс істегеннен кейін түрлі жағдай болады, түрлі жағдайлар орын алады. Кеше бір кісімен келіспей қалдық. Сөз соңында сен бейшарасың деген сөз естідім ғой. Ой алла деймін де. Мен ана сөзге дым ренжіген жоқпын. Еш бір қытығыма да тиген жоқ та. Бейшарасың деген сөзге де. Себебі мен бейшара емеспін. Сол бейшарасың деп айтқан кісінің өзі бейшара деген сөздің мағынасын білмейді да. Мен күлдім ана сөзге ше. Мағынасын біліп барып, ол сөзді кімге айту керек екенін біліп барып айту керек та негізі. Соның біреуінің парқына бармай айтып тұрғанына мен күлдім. Осылай кейде орынсыз жала жауып, орынсыз сөз естіп жататын кездер болады екен, өмір болғаннан кейін. Оған бірақ еш алаңдап көңіл күй түсіруге болмайды. Себебі біреу сізді бейшара дегеннен сіз ол халге түспейсіз. Біреу сізді ешак дегенмен ешак болып кетпейсің. Сол үшін аман болыңыздар. Не дейді? Жүйелі сөз жүйесін табады, жүйесіз сөз айналып иесін табады деген. Ауыздан шыққанса сөзге сіз иесіз, ауыздан шыққаннан кейін сөз сізге ие деген. Ол сөз міндетті түрде ол кісінің өзін айналып тауып болатынына мен кәміл сенемін. Сондықтан аман болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.